Доған Бихрамды Бердан Санжар деп атап, оның шын тұлғасын әшкерелейді. Бихрам мұны жоққа шығарып, Доғанның сандырақтап тұрғанын айтады. Осы сәтте 3 көлік келіп, Доған Бихрамды күштеп алып кетеді. Бихрамның адамдары олардың соңдарынан қуып, Шағланы қалдырып кетеді. Бихрамның шын мәнінде Бердан екенін естіген Шағла қатты таңқалады. Доған Бихрамның адамдарын шатастырады. Қуғыншылар қай көлікте Бихрам отырғанын анықтай алмай, екіге бөлініп қуады. Ал Генджо ашуға булығып, Доғаннан кек алатынын айтады. Доған Берданнан әкесіне шабуыл жасаған адамның кім екенін сұрайды. Және Юсуфтың өлімімен Берданның жазықсыз түрмеде отырғанына өз әулетінің де кінәсі бар екенін мойындайды. Бердан өзінің кінәсіз екенін айтып, шындықты тек жазықсыздығын дәлелдейтін айғақтарға айырбастайтынын жеткізеді. Оның айтуынша, бұл дәлелдер Илмаздың әкесі Ахметте болған. Себебі Ахмет кезінде Берданды түрмеге жапқандардың бірі еді. Осылайша екеуі келіседі. Кейін Бихрамның оққағарлары қарумен келіп Доғанға бағыттайды. Бихрам адамдарын сабырға шақырып, Доғанмен өз ара келісіп қойғанын айтып жөнмен кетеді. Шағла Бихрамның шын мәнінде Бердан екенін біліп, оның заттарын қиратып өзін алдағанына қатты күйзеледі. Ол Бихрамды әкесінің өліміне кінәлайды. Алайда Бердан өзінің кінәсіз екенін айтып, Юсуфты хан жоғлу әулетінің біреуі өлтіргенін, ал өзін жазықсыз түрмеге жапқанын жеткізеді. Сонымен бірге Доғанның өткеніне қатысты ауыр құпия бар екенін меңзеп, Шағладан сезімге емес, ақылға жүгінуді сұрайды. Шағла әкесінің өліміне қатысты шындықты білу үшін Илмаздан әлгі қобдишаны алуға келіседі, бірақ Берданға енді бұрынғыдай сенбейтінін ашық жеткізеді. Мелек жасырын Генджоға хабарласып Бихрамның бостандыққа шыққанын айтып, оны әлі де жек көретінін жеткізеді. Ал Генджо болса, Мелек үшін қатты алаңдайтынын мойындайды. Алайда Мелек тұтқаны қойып телефонды жасырады. Доған Шағлаға хабарласып тергеудің мәліметтерін сұрайды. Шағла үйлену күні электр қосалқы стансасында жарық әдейі өшірілгенін және кейін ондағы іздердің мұқият тазартылғанын айтады. Бұл істе жаңа күдікті бар екенін меңзейді. Шимшектің мафиялары келіп, Бихрамды алып кетуге келеді. Ал Бихрамның адамдары қарсыласқысы келгенімен Бихрам қақтығысқа жол бермей, қаруларын түсіруді бұйырады. Ол адамдарына жақын арада қайтып келетінін айтып, Генджоға хабар беруді тапсырып, олармен бірге кетеді. Доған Илмаздан әкесінен қалған құпия қобдишаны сұрап, сол арқылы Мелекті құтқаруы мүмкін екенін айтады. Бірақ Илмаз қобдишаның барын жоққа шығарады. Негізінде Тахир жараланбас бұрын Илмаз одан өз анасының қайда екенін талап етіп, қолында хан жоғлу әулетінің қылмыстарын әшкерелейтін дәлелдер барын айтып қорқытады. Тахир болса, дәлелдерді әкелсе ғана анасы туралы шындықты айтатынын жеткізеді. Осылайша Илмаз Доғанға әкесінен қалған құжаттардың өзінде жоқ екенін айтып, шындықты жасырады. Алтынның кесірінен Дидем суреттерді Бихрамға беріп қойғаны белгілі болады. Синан әйеліне Бихрамның талабы мен арызын қайтарып алғанын айтып, енді олардың қолындағы айғақтардан қорқа бастайды. Алтын болса Синанды отбасының тізгінін өз қолына алуға итермелейді. Кейін Алтын інісі Сифаға журналист Дидем туралы барлық мәліметті тез арада тауып келуді тапсырады. Шағла Генджоға Берданның өтірігі мен Доғанның үнсіздігі арасында қалғанын айтып, қатты күйзеледі. Генджо оған әкесінің өліміне қатысты шындықты анықтау үшін сабыр сақтап, ойын соңына дейін жалғастыруға кеңес береді. Ол қандай жағдай болса да Шағлаға көмектесетінін айтып қолдау білдіреді. Доған Ләмиядан Илмаздағы құпия қобдишаны табуға көмектесуін сұрайды. Ләмия шындықты айтса, Тахирдің түрмеге қамалатынын айтса да, Доған әпкесіне ашуланып Тахирдің қателіктері үшін жазықсыз адамдардың, әсіресе Мелектің жапа шегіп жатқанын айтып, әділетсіздіктің бәрі тоқтауы тиіс екенін жеткізеді. Кейін Ләмия отбасы мүшелеріне Тахирдің орнын Доған басатынын талқылайды. Синан болса әпкесіне Доғанның бұны қаламайтынын айтады. Ал Доған әкесі тірі тұрғандықтан бұл мәселені қозғаудан бас тартып, барлық істі әзірге Синан жүргізсін деп жөнмен кетеді. Шимшектің адамдары Бихрамның басына қап кигізіп, қараусыз қалған үйге әкеліп байлап қояды. Кейін оған Шимшектің тапсырмасын жеткізіп, заңсыз тауарды кемеге тиеуді бұйырады. Егер тапсырманы орындамаса, Махинурдың өміріне қауіп төнетінін ескертеді. Бихрам өлген мысығы Помықты жоқтап ән айтады. Кейін ол Генджоға Шимшектің талабын айтып, тауар аман жеткізілмесе, Махинурдың өміріне қауіп төнетінін ескертіп, оны қорғауды, Синанмен жаңа тауар туралы сөйлесуді және Помыққа ұқсас мысық тауып келуді тапсырады.
Емтиханға кіргелі тұрған Мелекке Доғанмен Чағла қолдау білдіреді. Алайда Мелектің курстастары оған қылмыскер ретінде қарайды. Олардың көзқарасына шыдамаған Мелек емтиханнан бас тартып, түрмеге қайтуды шешеді. Доған болса қарындасын түрмеден шығару үшін Йылмаздан құпия құжатты алуды ойлайды. Синан Бихрамнан өзін әшкерелейтін суреттерді қайтаруды сұрайды. Бірақ Бихрам тағы бір заңсыз жүк жөнелтуді, Тахирдің көлігін беруді және өзін Хан Жоғлу холдингінің басқарма құрамына қосуды айтады. Болмаса оны түрмеге қамататынын айтып қорқытады. Амалы қалмаған Синан оның шарттарына келісуге мәжбүр болады. Доған Йылмаздан әкесінен қалған құпия қобдишаны сұрайды. Йылмаз бұны мойындамай, екеуінің арасында жанжал туады. Сол кезде Чағла келіп дауды тоқтатады. Кейін Доған Чағлаға сол қобдишаны Бахридің сұрағанын және оны тапса, Тахирге шабуыл жасаған адамның кім екенін біліп, Мелекті құтқаруды ойлайды.